Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақта біз атомдық физиканың басымен танысамыз. Бұл жақта кәдімгі кванттық физика басталады. Көбісі айтатын кванттық физика деген осы жерден басталады. Өте қызықты болады сабақ, сол үшін соңына дейін көрейік. Түсінбесеңдер, видеоны артқа қайтарып, қайта көрсеңдер, түсінесіңдер. Енді атом деген кезде бәрінің ойына, мен ойлаймын, бірінші кезекте осындай бір сурет келеді деп, Бұл негізі әрқашан бұлай болмаған. Бұрынғыда адамдар атомды басқаша елестеткен. Өте келе примерно осындай картина, осындай бейне қалыптасқан атом деген кезде ғалымдардың ойында. Енді сендер мынау не екенін білесіңдер. Бұл Менделеев кестесіндегі элементтердің кестесі. Жалпы элемент деген ол негізі атом. Мынаның әрқайсысы жеке-жеке атом болып табылады. Бұлардың айырмашылығы бір-бірінен олардың зарядында, электрон санында және массасында. То есть ең жеңілі мысалы басында сутек, одан кейін ауыр, одан ауыр, ең ауырлары астында. То есть бұның бәрі атом екенін түсінікті деген ойдамын. Мысалы ретінде біз соның ішінде литий деген атомды алып көрсетейік. Сол литийдің бейнесі мұнда көрсетілген. Мұнда қараңыздаршы. Енді сендер 8 сыныптан бері танысыңдар деп ойлаймын. Атомның ортасында ядро болады. То есть мынау өзін ядро деп айтамыз. Бөлек затты ядро деп айтамыз. Ядроның ішінде нелер бар екен? Қараңыздар, мен мұнда әдейі көрсетіп қойдым. Қызыл ол бізде протондар. Көк нейтрондар. Значит, ядроның ішінде не бар екен? Нейтрон мен протон бар екен. Ал ядроны айналып жүрген, айналып жүрген бөлшектер, олар электрондар деп аталады. Сонымен қатар протонның заряды бар екен, мынаған тең заряды. Нейтронның заряды болмайды. Электронның заряды бар. Тура протондыкіндей, тек қана алдында минус деген таңбасы бар. Жалпы алғанда, атомды жалпы алғанда, оның заряды нөлге тең. Не үшін? Себебі қанша минус болса электрондар, сонша ядрода плюстар болады да, екеуін жалпы зарядын санаған кезде 0 болып кетеді. Бұл маңызды зат. Атом бейтарап, атом заряды 0. Енді мына литийіміздің белгіленуіне оралайық. Литий деп үстінде 7, астында 3 деп жазып қояды Менделеев кестесінде. Ол не сандар? Мүмкін сендер уже білесіңдер, химияда өткен боларсыңдар. 7 дегенді А деген әріппен белгілейді. Обычно ол үлкен болады. Кішкентай санын Z деген әріппен белгілейді. Физикада солай, ядролық физикада, атомдық физикада солай келісілген. А дегеннің аты массалық сан деп аталады. Ол нені білдіреді? Ол бізде протон мен нейтронның жалпы санын білдіреді. Мысалы, литийда демек, общий протон мен нейтронның жалпы саны 7-ге тең. Немесе айтпақшы, протонды да, нейтронды да бір сөзбен де айтуға болады. Нуклон деп. Нуклон. То есть А деген ол нуклондар саны деп айтсақ та дұрыс болады. Нуклондар саны. Ал Z дегеніміз ол бізде реттік номер деп аталады. Оның мағынасы протондар саны. Енді қараңыздар. А деген протон мен нейтронның саны болса, екеуінің қосындысы болса, Z деген протонның саны болса, онда мынаның ішіндегі протон мен нейтрон дегеніміздің нейтронын ғана табу үшін не істейміз? Мына А минус Z деген нәрсе ол бізде нені білдіреді екен? Нейтронның санын білдіреді екен. То есть 4 нейтрон литийда. Даже мынау ядродағы суретке қарап айтсақ та болады, Қараңыздар, неше протон бар? 3 протон бар қызылдардан. Неше нейтрон бар? 4 нейтрон бар. Яғни бұның біз А мен Z арқылы білсек, соның бәрін біле алады екенбіз. Яғни атом туралы біраз ақпаратты білеміз. Сандарына қарап. Түсінікті деген ойдамын. Енді бізде қараңыздаршы, мен айттым ғой, атомның түрі мынандай елестетеміз ғой біз бір көргенде, бір ойлағанда, атом деген сөзді естігенде. Көбісінде солай деп ойлаймын. Өйткені бұл суреттер өте популярный. Бірақ әрқашан бұлай болмаған. 1800 жылдары примерно енді адамдар бүкіл заттар
өте ұсақ заттардан, ұсақ шариктардан тұрады деп елестеткен. Олар көзге көрінбейді деп. Бірінші болып Дальтон деген ғалым болған. Дальтон деген, мысалы көрсетесінші мына жақта қараңдар. Ең алғашқы болып 1803 жылы ұсынған ғалым Дальтон, ол атомдар просто шарик деп елестетіңіздер деген, көзге көрінбейтін. Сосын барып Томсон моделі ұсынылды, сосын барып Резерфорд моделі, сосын Нильс Бор, сосын Шрёдингер моделі ұсынылған. Біз мектепте Шрёдингер моделін қарастырмаймыз, себебі ол өте қиын сипаттауға. Негізі химияда оны қарастырады, бірақ мағынасын айтпайды да, бірақ ол жақта орбиталь, гантель деп айтылатын заттар бар. Физикада біз мынаны көп айтамыз. Бор және Резерфорд моделін көп айтамыз. Қазіргі заманда примерно жақын ғой, реальный ситуацияға, өмірдегі жағдайға мына екеуі өте жақын негізі. Ең жақын әрине мынау, бірақ бұл өте қиын кванттық физикамен сипатталған соң, бұны қатты қарастырмайды мектеп программасында. Вот. Енді қайта оралсақ, өзіміздің слайдымызға алға кетіп қаппын. Дальтонды айтпай-ақ қояйын, Дальтон ол жай ғана шариктардан тұрады деп елестеткен атомдарды. Бірақ шындыққа ең жақындаған содан соң ол Томсондар. Екі ғалым болған, J.J. Томсон. Екеуінің аты G-дан басталады. Томсондар моделі деп аталады негізі ол. Немесе бұл модельді басқаша былай атайды. Мейіз қосылған кекс деп. Мынандай пирог та, ішінде мейіздер бар. Не үшін былай атады? Томсон моделін былай айтқан. Қараңдар, мына модельде тамшы бар ғой, судың тамшысы сияқты атомда оң зарядталған бір тамшы сияқты орта болған. Ол плюс зарядталған. Соның ішінде электрондар болған. Мейіз сияқты. Мынандай ғой, қараңдар. Мынау не дейді, мынау пирогтың өзі, яғни оны, наны дейікші, наны, ол плюс зарядталған ортада, ядро деп айтуға келмейді қазір. Плюс зарядталған аймақ. И ішінде электрондар болады. Электрон ол кезде ашылған. Как раз осы Томсон, Джозеф Томсон ба, электронды алғашқы ашқан ғалымға жатады. Және ол ұсынған осындай модельді. Плюс зарядталған орта бар, ішінде минус зарядталған мейіздер бар. Мейіздің рөлін бұяқта электрондар атқарады. Ал нанның рөлін протон деп айтуға келмейтін шығар, бірақ плюс зарядталған орта деп айтамыз. Сөйтіп ұсынған олар. Бірақ бұл модель ұзаққа бармаған. Не үшін? Бұл қате болған себебі. Қараңдаршы, атомда біз мына жаққа вообще ұқсамайды оған. Негізі мынау уже более современный, бұл Резерфордтың моделі. Мын жазып қойдым. Атомның ядросы бар екенін алғашқы рет Эрнест Резерфорд анықтаған. Ол альфа бөлшекті алтын атомдарына атқылау нәтижесінде, алтын атомдарына альфа бөлшекті атқылаған кезде, альфа бөлшектердің шағылуын зерттей келе сондай қорытындыға келген. Яғни атомда ол пирог сияқты жайылып кетпеген, плюс зарядтар, ал бір ортада ядрода жинақталған деп айтқан. Ол не істеген? Нақтырақ оралатын болсақ. Бұның бәрі ОБТ-да керек болады, сол үшін мұқият тыңдаңыздар. Бұл эксперимент маңызды, теориялық сұрақ ретінде келуі мүмкін. Эрнест Резерфордтың суреті тұр мұны. Оны, кстати, ғалымдар крокодил деп атаған. Өйткені бұл бір нәрсеге, бір проблемаға алдынан шығама, оған крокодил сияқты тістеп алған и жібермеген. Білесіңдер, крокодил бір тістесе жібермейді. Айналып болсын. Сол сияқты. Бұл не істеген? Пушка деп айтайын, енді пушка болғанда альфа бөлшектерді атқылайтын пушка болған. Мысалы былай, ұшат былай. Түсінікті ма? Мынау алтын фольга, жаңа айттым ғой ана слайдта, сол заттардың бейнесі ғой. Альфа бөлшек деген не екеніне қазір қатты мән бермей-ақ қояйық, оны ядролық физикада әлі нақтырақ тоқталып өтеміз. Бірақ білулерің керек нәрсе, ол альфа бөлшек деген, ол бізде протондар ғой, екі протоннан тұрады, екі нейтроннан тұратын бір бөлшек. Зарядталған екі протоны бар, значит, екі плюс зарядталған бөлшек қой.
оның несі оң. Мына жаққа жазып қойғам. Альфа бөлшек оң зарядталған деп, түсінікті ма? Ол гелий атом ядросы. Және соны пушка шығарып атады екен. Алтын фольгаға. Фольга деген не екенін білесіңдер, ана алюминий фольга бар ғой, өте жұқа майысатын. Жаңа шоколадтың сыртында болады. Соның алтынынан жасалғаны, сарысы яғни. Соған атады. Ол өте жұқа болады. Сондықтан зерттеуге ыңғайлы болған. Резерфордқа пушкамыз альфа бөлшектерді атқан кезде оның 90% өтіп кеткен. Яғни негізі егер мынау модель дұрыс болса, мынау кекс моделі дұрыс болса, келген бөлшектер альфа бөлшек деп айтайық, альфа бөлшектер келеді, плюстардан шағылу керек еді. Ал бізде ондай емес, ал бізде не болып жатыр? Бізде өтіп кетіп жатыр насквозь. Түсінесіздер ма? Тесіп өтіп кетіп жатыр. Ол деген сөз не? Ол деген сөз атомның өзі көп бөлігі бос кеңістік деген. То есть альфа бөлшектің 99% өтіп кеткен, тесіп өткен. Фольгамызды ше. Яғни ол дегеніміз атомның көп бөлігі бос кеңістіктен тұрады. Бірақ сонда да қалған 1% өтіп жатыр, қараңдар, атомдар өтіп жатыр, альфа бөлшектер өтіп жатыр, бірақ 1% шағылады екен былай. Оны сондай датчиктармен регистрация болған, мұнан бәрі датчиктардың айналасын бәрі датчик болған ғой. Көбісі мына жақта келген, өтіп кетіп тесіп мына заттымызды. Ал кейбіреулері артқа қарай шағылған, прям артқа қарай шағылғаншы. Негізі ол маңыздық артқа қарай шағылған момент. Осы нәрселерді ескеруіміз керек. Енді ол дегеніміз не? Демек атом ол бізде толған зат емес. Атом бізде көп 99% бос кеңістік. И қараңдар, альфа бөлшек оң зарядталған ғой. Демек ол оң зарядталған бөлшектен ғана шағылады. Мысалы, мұнайға көрсетіп қойыншы былай. Мына жақта, мысалы, альфа бөлшек келеді, электроннан шағылмайды ол. Себебі электрон заряды минус, альфа бөлшек плюс қой, жаңа айтқандай. Ол оған әсер ете алмайды. Тек қана ядро плюс пен плюс ғана тебіле алады. Яғни ядро ғана оны шағылдыра алады. Демек, алтынның фольгасындағы ядро шағылдырған, бірақ пайызы шағылды ғой. Демек, ядроның көлемі өте кішкентай деген сөз. Плюс болып, ортасында бір жинақталған бір точка сияқты. Қалған 99% бос кеңістік. Себебі 99% альфа бөлшектің барлығы өтті. Кейбіреулері ғана шағылды деп айттым, мынақта бәрі өтті, 99%-ның. Кейбіреулері ғана 1% ғана шағылды. Сонымен ол мынандай модельді ұсынған атомның. Дж. Томпсонның моделі қате, өзінің планетарлы деп аталады ол. Планетарлы моделін ұсынған. Не үшін планетарлы? Себебі бұл қарасындаршы күн және планеталар сияқты. Ортадағы ядромыз күн сияқты, ал электрондар планета сияқты айналып жүр оны. Сол ұқсайды ғой, сол үшін планетарлы модель деген. Мынау мысалы кексқа ұқсаған соң солай айтқан деген сияқты. Енді мен сендерге тағы айтып кеткім келген нәрсе, мысалы футбол ойнайтын стадион бар ғой, алаң. Ол жаққа ойлаңдаршы, ортаға бір алма қойып қойдық деп. Вот негізі масштабпен келеді примерно. Оказывается, анау ядроның көлемі осы стадионға қойып қойған алманың размерін деп алсақ, онда атомның өзі осы стадионмен бірдей екен. Ойлаңдаршы, негізі даже 99 емес, одан да көп пайызы просто бос жер. Ортадағы алма ғана ядро болып табылады. Әрине электрондар айналады, бірақ электрондар да өте кішкентай, и оны айналып жүреді. Стадиондағы адамдар сияқты орналасады. Резерфорд моделі бұл. Бірақ қараңдаршы, Резерфорд моделінен соң біз бағана айттық қой, одан тоқтап қалған жоқ. Тағы да басқа жаңа модельдер ұсынды. Мысалы Бордың моделі. Не үшін? Себебі Резерфордтың моделі
кейбір заттарды түсіндіре алмады, яғни бұл қателіктері пайда бола бастады, қарама қайшылықтар деген сияқты. Ол қай кезде байқалды, мен айта салайын. Ол спектр деген нәрсе бар. Мысалы, сендер күннің сәулесін андай призмадан қарасаңдар, ол кемпір қосаққа бөлінеді ғой. Сол сияқты газ бар, сутек газы, мысалы газ разрядты шам деген. Мынау шамның ішінде бізде сутек газдары бар, H2 деген. Егер оған тоқ жіберетін болсақ, олар қозып өзінен сәуле шығара бастайды. Егер сол сәулені саңлау арқылы жіберіп, сосын дифракциялық тор, мынау негізі сетка деген тор, нақтырақ айтқанда бұл дифракциялық тор ғой. Дифракциялық тордан да жарық өткен кезде ол спектрға бөлінеді. Призмаға қарағанда бұл жақсырақ бөледі спектрді, сол үшін именно дифракциялық торды қолданған. И мына жақта фотопластинка, яғни жарық түскен кезде өзін жарықтың ізін көрсетеді. Сутек жарықтары, сутектен шыққан жарық сәулелері барады да, мына жақта жалпы сәуле болып алады, мына жақта жіктеледі. Мысалы, ақ жарық болып шықса сәуле, онда ол кемпір қосақ сияқты әртүрлі түстерге жіктеледі. И фотопластинкаға қарасақ, біз мынандай кескін көреміз. Яғни четко сызықтарды көреміз. Егер Резерфордтың моделі дұрыс болса, бұл никак мынау оны түсіндіре алмайды, короче. Не үшін екенін түсіндіре алмайды бұл Резерфордтың моделі. Бұны түсіндіру үшін басқа ғалым, кванттық физиканың атасы деп айтады оны, Нильс Бор деген ғалым мынандай бір постулаттарды ұсынған. Постулат деген ереже, өзінің екі постулатын ұсынған. Бірінші постулатында не деп айтады? Атомда электрондар нақты орбиталарда ғана айналып жүреді. Яғни, мысалы, мына суретке қараңдар, бұл как раз Бор моделі болып табылады. Ортада енді нуклеус плюс зарядталған, ол енді ядро, там ішінде протон мен нейтрон бар, общий заряды плюс қо, нуклеу ядро бұл, қызыл. Ал сарылар, олар электрондар. Қараңдаршы, электронның жүретін жолдары бірінші жол бар, екінші, level деген ол деңгей, бірінші деңгей, екінші деңгей, үшінші деңгейлер бар. Бірақ электрондар еш қашанда мына жақта айналып жүре алмайды деп айтқан ол. Мына жақта немесе мына жақта арасында, яғни. Оның нақты ғана, белгілі бір ғана жолдары бар жүретін, яғни орбиталары бар деген. Не үшін екенін бірақ айтпаған ол, просто постулат, ережесі сондай ұсынған. Еще мынандай қараңдаршы, мысалы электрон мына жақтан мына жаққа ауыса алады негізі. Бірақ ол ауысқан кезде бүйтіп жүріп барып ауыспайды ол. Бірдестен, скачок, телепортация дейді ғой, орысша. Бірдестен ауысады. 0 секунд керек ол ауысу үшін. Ал шын өмірде Адан Б-ға бару үшін біз білеміз ғой, онда жол керек бір қандай да бір. Ал бұл электрон, қараңыздаршы, бірдестен пайда болады. Уже что-то миға қонымсыз заттар, Вот кванттық физикада бұл шынымен солай. Өзі де түсіндіре алмаған, бірақ осы постулаттары шынымен де интуитивті түрде Бор түсінген оны. Бірақ бұлай оңай түсіндіре алмайды кванттық физиканы. Бірақ бұл айтылған ережелер шын өмірде орындалған. Демек, бұларды қолдануға болады. Бірінші постулаты айтты, түсінікті деп ойлаймын, бірінші постулаты не туралы екенін. Электрондардың белгілі бір орындары бар, басқа орыны жоқ. Яғни, мысалы, бірінші орыны бар, екінші орыны бар деген сияқты. Оның арасында жүре алмайды. Екінші постулаты кішкене қиындау. Жаңа айттым ғой мен, электрон біріншіден екіншіге ауыса алады, немесе керісінше екіншіден біріншіге ауыса алады, егер әрине орын болса. Немесе біріншіден үшіншіге ауыса алады. Ол ауысу үшін бір энергия жұту керек. Оқиықшы екінші постулатты. Электрон бір орбитадан екінші орбитаға ауысқанда, көрініп тұр ма мен яқта, бір орбитадан екінші орбитаға ауысқанда энергия, яғни фотон шығарады немесе жұтады дейді. Бұл екінші постулатын Бордың. Кстати, энергия мен фотонның екеуі мағынасы бір. Осы атомдық физикада энергия ол фотон деген мағынаны білдіреді. Фотон деген не екенін естеріңде шығар, ол жарықтың бөлшегі. Мысалы, бір лампочкадан жарық шығады. Сол жарықты біз бөлшектерге бөлсек, ол әрқайсысы фотон деп аталады. Оның әрқайсысында энергия бар. Вот
мына жақта мен айтып кеткен нәрселер маңызды, қараңыздаршы. Қазір екінші постулатына тағы да оралам. Екінші постулатын кішкене, кстати, бірінші постулатта формула жоқ, ол әшейін тұжырым. Ол екінші постулатты мағынасын ашады. Екінші постулатта формула бар, қараңыздар. H nu деген ол осы фотон жарық бөлшегінің энергиясы біреуінің. H nu екен, не екен, H пен ньюдің не екенін айтам қазір. Бірақ екеуін көбейтіндісі энергияны береді. E1, E2 деген мына формулада екінші постулаттағы, ол бізде орбитадағы электрондардың энергиясы. Мысалы, мынау жаңа көрсеттік қой, мына орбитадағы бірінші левел, екінші левелдағы орбиталарда оның әрқайсында өзінің энергиясы болады электрон. Мысалы, мына электронның энергиясы өзінің E1 деп қойып, мынаныңкі өзінің энергиясы бар. Әрине алыстаған сайын, кстати, энергия көбейеді. Оны біліп жүріңдер. Ядродан алыс, мысалы E2 E1-ден көп. Жақсы. Енді мынандай бір нәрселерді айтып кетейін, өте маңызды. Есеп шығарған кезде негізі энергияны біз джоульмен өлшеп үйреніп қалғанбыз ғой. Жұмыс, энергия дегендерді. Бірақ атомдық физика өте кішкентай энергиялар ол жақта. Атомның өзі өте кішкентай ғой, и оның энергиялары да, электрондардың энергиялары да өте кішкентай. Сондықтан мынанша примерно осындай энергиялармен жұмыс істейміз да, атомдар. Бұл кішкене ыңғайсыз, оның -19-ды әр кезде жазып жүргеннен гөрі, давайте біз мынандай бір өлшем біліп енгізейік дейді да. 1/6 көбейтілген оның -19 дәрежесі джоульді 1 деп қабылдайық, ыңғайлы болады сол кезде. Мынау электрон вольт деген өлшем бірлік. Ол да энергияның өлшем бірлігі. 1 электрон вольт, қараңыздар, 1/6 көбейтілген оның -19 дәрежесі өте кішкентай, джоульға тең. Бағана айтқан E тең H nu деген. Бұл жақта H дегеніміз не? Ол Планк тұрақтысы, мына жақта көрсетілген. Ол мынаншаға тең, ХБЖ бойынша, немесе кейде электрон вольтпен жазатын болсақ, мынаншаға тең. Кстати, мен тағы да жазып қойды. 1 электрон вольт, мынау нәрсен. Так, фотонның энергиясы осы H пен μ, яғни Планк тұрақтысы мынамен жиіліктің көбейтіндісінен тұрады. Жиілік, сәуленің жиілігі, енді сендер білесіңдер, жарық ол толқын деп қабылдауға да болады. Яғни оның жиілігі бар. И жиілік көп болған сайын энергия да көбейеді екен, Бұл нәрселер сендер білулерің керек уже. И Бордың екінші постулатын нақтырақ айтатын болсақ, жаңа біз айттық қой. Бірінші орбитадан екінші орбитаға ауысқанда энергия шығады немесе жұтылады деген. Нақты жұтыла ма, шыға ма, соны нақтылау үшін екінші постулаттың толық түрін айтып кетейін, Атомдағы электрон төменгі деңгейден жоғары деңгейге көтерілсе, ол энергия, яғни фотон жұтады екен. Ал егер электрон жоғары деңгейден төмен деңгейге түссе, ол энергияны шығарады екен, фотон шығарады екен. Бұның әрқайсына мен өзім анимация дайындап қойдым. Міне қазір көрсетемін. Қараңыздар. Кстати, мынау бізде литий атомы вроде, литий ма сондай. Себебі 3 протоны бар екен. Жарайды. Неше 4 электрон, Электрон 4 екен, бірақ енді бұл минус зарядталған біреу болып тұр ғой. Жарайды. Мынау бірінші деңгей, орбита. Мынау екінші деңгей, мынау үшінші деңгей, төртінші деңгей. Негізі тағы да деңгейлер бар, бірақ оны көрсеткен жоқпын. Енді әрбір деңгейдің өзінің энергиясы бар деп келісу керек. Ең төменгі деңгейдегі ең аз энергия, содан кейін көбейе береді. Яғни ядродан алыстаған сайын көбейе береді энергиясы. Бұл энергиялар электронның энергиялары. Или атомның энергиясы, екеуі бір негіз. Электронның энергиясы, атомның энергиясы екеуі бір болып саналады. Енді қараңыздар, жаңа айттым, алыстаған сайын E4 мысалы ең көп энергия. Мына электрон вольт уже энергияның өлшемділіктерін уже осылай жаза берем, хорошо? Сендер жаңа айттым ғой. Осымен өлшейміз біз энергияның атомдық физикада. Енді мына бірінші постулатта, екінші постулатта бірінші несінде айтқан шартында. Төменгі деңгейге, электрон төменгі деңгейден жоғары деңгейге, яғни көтерілу үшін, мысалы 3-тен 3-ші деңгейден 4-ші деңгейге көтерілу үшін. Мына электронды қарастырайықшы біз, мына электронымызды. Осында, мысалы, 3-ші деңгейден 4-ші деңгейге көтерілу үшін ол энергияны жұтады екен. Немесе керісінше айтсақ болады, қараңдар. Жұтса көтеріледі деп айтсақ та болады ғой. Мысалы, мынақта жазған енді
көтерілу үшін жұту керек деген энергияны. Но жұтса көтеріледі деген тоже дұрыс қой. Яғни жұту керек оны көтеру үшін. Оны қалай энергияны қандай энергия береміз? Мысалы бұл электронға, мына үшінші деңгейде тұрған электронымызға. Ол үшін бір жарық көзі керек. Определенный жарық көзі керек. Оның нақты қандай жарық керек екенін анықтау үшін біз былай істейміз. Қараңыздар. Қазір бізде қарастырып отырған электронымыз үшінші деңгейде тұр. Ойына 3 қой, қателесіп кеттім. 4 деген сөз. Яқта жазылмай қапты. Үшінші деңгейде 15 болып тұр. Мынақта 15 болып тұр какой-то энергиясы. Мынақта 17 болады, егер көтерілсе. 15-тен 17-ге көтерілу үшін мысалы қандай кез келген жарықты жіберсек бұл электронға, ол көтерілмейді, ол қабылдамайды, просто өтіп кетеді жарық сквозь ар жаққа қарай кетіп қалады. Ол көтерілу үшін жоғары деңгейге қарай, 4-ші деңгейге, 3-тен 4-ке қарай көтерілу үшін мына шарт орындалу керек. Өзі тұрған деңгейден жоғары деңгейге көтерілетін энергиялардың айырмашылығы қанша? 2 ғой. Вот 2 электрон вольтқа тең болу керек. Мынау жарық, лампочканың жарығы бар ғой, оның энергиясы, яғни фотондардың энергиясы 2 электрон вольтқа тең болса ғана бұл электронымыз 3-тен 4-ке көтеріледі. Ал мысалы бұл жарықтың энергиясы 1 болса, или там 3 болса, онда бұл оны қабылдай алмайды. Өзініңкін 2-ні ғана қабылдай алады. Бұл электроншы. Түсінесіңдер ма? Вот негізі мына жақта ол шарт көрсетілген ғой, мына жақта. Вот соның мағынасын ашып жатырмын мен. Я? 3-тен 4-ке көтерілу үшін осындай энергия керек. Мысалы біздің лампочкамыз пусть сондай энергия берсін. Ол көтеріледі, көрдіңдер ма? 3-тен 4-ке қарай көтерілді. Вот. Бірінші шарт түсінікті деп ойлаймын. Жоғары қарай көтерілу үшін нақты бір фотонды жұту керек. Екінші шарт, кстати, есептерде бізде атомның суретін, деңгейлерін былай көрсетпейді домалақ қылып. Бізде былай графикте көрсетеді. Яғни бұл дегеніміз мынау ғой. Мысалы, мынау бірінші орбитамызды бізде домалақ емес, просто сызық қылып көрсетеді былай. Бірінші деңгейін ау. Сол сияқты екінші деңгейіміз бар ғой. Екінші деңгейді мына жақта көрсетеді деген сияқты сөйтіп кете береді. Негізі деңгейлердің саны шексіз атомда. Мен жақта 4-тен ғана көрсеткен. Вот. Осылай көрсеткен ыңғайлы. Мынау бізде вертикаль осымыз энергия деңгейлерін көрсетеді, ал горизонталь ос ешнәрсені көрсетпейді, ол жай ғана, ол жоқ. Бір ос жеткілікті бұл жақта. Қараңыздар, бізде қандай процесс болды? Біз үшінші деңгейде тұрған электронымызды 4-ші деңгейге көтердік қой, жарық беру арқылы, Вот соны осы графикте көрсетейікші, қалай болады ол. Қараңыздар. Жарық келді, жұтты, көтерілді. Осыны графикте көрсету керек. 3-тен 4-ке көтерілді деп айтасыңдар, болды. Көтерілді. Бұл бізде жұту процесі. Себебі төменнен жоғары көтеріліп жатыр. Екінші түсіндік деп ойлаймын, бірінші сөйлемін, екінші постулат. Енді екінші сөйлемін түсіну үшін біз не істейміз? Тағы да солай жасаймыз. Қараңдар, енді керісінше. Атом 3-тен 4-ке шықты ғой, жоғары қарай. Бірақ сендерге айтайын мен, көтерілген зат, мысалына жоғарыға лақтырсам көтеріледі. Бірақ ол жақта көп уақыт тұрмайды, бірлестен түсе бастайды. Сол сияқты бұны қозған электрон деп айтады. Қозған, возбужденный. Қоздырдық қой біз оны жарықпен. Ол энергияны артық ода қазір энергия. Ол түсу керек төмен қарай. И, кстати, білесіңдер ма, ол бірлестен түседі. Миллисекундтан аз уақытта қайттан 3-ке түседі. Түскен барытта қандай екінші тұжырымды оқиықшы. Жоғары деңгейден төменгі деңгейге түссе, ол энергия, яғни фотонды шығарады. Өзінен шығарады. Былай ғой, короче. Түседі ғой, жарық шығады. Енді әрине мен мына бағытта шыққан, мына бағытта кетті фотон, но ол любой бағытта кете береді. Ол ықтималылығы бүкіл бағытта бар. Мына алдыңғы жұтқан кездегі енді бізде фонарик керек емес, ол қайттан түседі, жарықты шығарады. Графикте біз оны қалай көрсетеміз, мынау диаграммамызда. Жоғары деңгей 4-те тұрды и 3-ке түсті. Бұл бізде шығару болып табылады.
ұбт-да есепте сендерде осындай график келеді, мынандай сурет келмеуі мүмкін, мүмкін келіп қалуы мүмкін. Короче, түсінікті деп ойлаймын. Және мынау нәрсені де түсінікті деп ойлаймын, балдар, қыздар. Мына шарт маңызды. Кстати, мен мынаны айтпай кетіппін ғой, астындағы затты, бұл бізде мынау ғой. Қараңдар, h ню бізде 2 электрон вольтқа тең болды, яғни h көбейтілген мю ол 2 электрон вольт. Енді бізде мюді табу керек. Мысалы, жиілікті, шыққан қандай жиілікте түсті, мысалы, жарық келіп түсті дедік қой біз жаңа. Жарығымыз келіп түсті ғой. Вот сол жарық қандай болу керек жиілігі деп сұраса, онда біз осылай табамыз. Мюді табу үшін мынау энергияларымыздың разницасын осыны бөлесіндер мынау h-қа, алдында тұрған санға, h дегеніміз біз жаңа айттық қаншаға тең еді. H-ті міне көрсеттім ғой. H бізде 6-63 деп жазуға болады джоульмен, бірақ бізде ыңғайлы электрон вольтпен жазу. 4,1 көбейтілген оның минус 15 дәрежесі электрон вольт секунд деп жазсаң, мына жақта солай ыңғайлы екен. Яғни біз былай жазамыз. H-тың орнына жаздым. Көріп жатсыңдар ма? Чтобы атом 3-тен 4-ке көтерілу үшін оған осындай жиіліктегі жарық келіп түсу керек. Бұл енді бұны мен қазір айтамайым қандай жарық екен. Мен оны толқын ұзындығына қарап айталам примерно. Естерінде болса, толқын ұзындығын жиілік арқылы былай табуға болады, осылай, мю. Қараңыздар, 3 көбейтілген 10-8 дәрежесін мен осыған бөліп бөлейінші жиілікке. 4,87 көбейтілген 10 плюс 14 дәрежесі деп. Примерно айтайын, бұл бізде қандай жарық, дәрежесі бойынша айтсам, 8-ден 14 алсам менде қанша шығады? Минус 7, оның минус 7 дәрежесі. Значит, бұл примерно ультракүлгін сәуле. Демек, ультракүлгін сәуле келіп түссе, мынау 3-тен 4-ке көтеріледі. Осындай есептер келеді, короче, примерно біліңдер. Енді, кстати, мынау ең төменгі деңгей, айттық қой жаңа, бірінші деңгей, екінші деңгей, ең төменгі деңгейді біз негізгі деңгей деп айтамыз. Ал басқа жоғары деңгейлерді қозған деңгейлер деп айтамыз. Электрон қозған деңгейлер. Бірінші қозған, екінші қозған деңгей деп. Енді түсінікті болды. Жаңа айттық қой, Резерфордтың моделін қате болған себебі ол бізде түсіндіре алмады мына затты. Ал енді Бор моделі оны түсіндіре алады екен. Себебі жаңағы айтқанда ядро және электрон екі орбитасын салып қойын. Ол жоғары орбитада тұрады да қозып. Мысалы, қоздырамыз біз лампочканың ішіндегі сынап атомдарын токпен қоздырамыз. Олар жоғары деңгейге шығады да, қайтадан төмен түскен кезде ол нақты четко лямбда, яғни четко жиіліктегі сәуле шығарады. Сол үшін бізде четко бір сызықтар пайда болған. Шашырап әртүрлі жиіліктегін шығармайды ол. Бұлай. Бір ғана жиілікті шығарады. Сол үшін ол четко мынандай сызықтар пайда болады. Әрине, 2-ден 1-ге түссе біреу шығады, 3-тен 2-ге түссе басқа біреу, мүмкін мынау шығады деген сияқты. Короче, бұл қиын нәрсе, спектр деген ше, бірақ месендерге түсіну үшін, не үшін пайда болғанын түсіндіріп кететін. Примерно біліп жүріңдер. Енді мынаны өшіріп салайын. Енді более-менее түсінікті деп ойлаймын. Бірінші, Дальтонның моделі ол вообще не о чем. Мейіз қосылған кекс түсінікті, ол қате болып шықты. Резерфордтың планетарлы моделі тоже кемшіліктері болды. Енді Нильс Бордікі ең шындыққа жанасатын атомның моделі болып табылады. Одан да шындыққа жанасатын Эрвин Шрёдингердің моделі, бірақ оны қарастырмаймыз біз. Түсінікті деген ойдамын. Нильс Борд кванттық физиканы ашып берген адамның біріне саналады. Макс Планк екеуі вроде. Енді мына видеоны қарайықшы. Бұл жақта не болып жатыр? Тура мен айтқан заттар, қараңдар. H ню фотонның энергиясы жаңа айттым. Қараңдар. Мынау сәуле, бұл сәуленің энергиясы H ню деген. Бір сәуле келеді, ол егер ол сәулені атом қабылдай алатын болса, жаңа көрсеткендей жұта алатын болса, ол оны жұтады. Жұтқан соң жоғары қарай көтеріледі. Қараңдар, бірден көтерілді. Қараңдар, жолы жоқ. Фук, бірден жарық көтерілді, бірақ ол жақта көп уақыт тұрамайды. Ол не істейді? Қайтадан
төмен қарай түседі. Түскен кезде көрдіңдер ма? Бірдестен түседі. Байқамай қалдыңдар ма? Бірдестен түседі, сол кезде жарық шығады. Дәл сондай жиіліктегі. Қандай жұтты, сондай шығарады, короче. Бұл түсінікті деген ойдамын. Енді ол не үшін өмірде қалай қолданылады десеңдер, мына видеоны қызықты қарап көрейікші, бірге. Мен осыны түсінгенде өзім кайф алғам. То есть менің алған білімім не только теория, еще өмірде де қолданылады деген. Қай жақта қолданылатынын білсеңдер қазір, өте қызықты. Дауысын өшірейін. Қараңдар, жаңа айттым ғой мен, электронды жоғары қарай шығару үшін ол жарықты жұту керек. Но не обязательно екен. Еще ол электронды да жұтса болады екен. То есть ол электрон келіп соқса, оған сырттан келген электрон соқса, ол да жоғары қарай 2-ден 3-ке көтеріле алады екен. Қайттан түссе, білесіңдер, жарық шығады. Бұл қозып тұр газ, қозып қайттан өзінің бос орнына түссе, ол энергия, яғни сәуле или фотон деп айтамыз ба, соны шығарумен қатар түседі. Неғып түспей жатыр ма? Түсші бұл. Аныш түсті, я. Енді бұл затты біз қолданамыз. Қандай құрылғының ішінде? Мынандай затты сендер көрген боларсыңдар. Бұл бізде лампочка. Осындай лампочкалар бар ғой, күндіз жанып тұратын, андай көбінесе больницаларда болады, офистарда. Оның ішінде мынандай зат бар, қараңдар. Оның іші труба ғой, оказывается, оны сындырып алсаңдар өте қауіпті. Ол сынып қалса, негізі өмірге қауіпті зат бар, ішінде улы газ бар. Ал қандай газ десеңдер, ол снап газы. Снаптың буы бізде өте күшті уға жатады, білесіңдер, я? Вот. И мынандай бір спираль бар, қараңдар, неға плюс келеді, неға минус келеді, короче, тоқ. И сол тоқ өткен кезде тоқ мына спиральдан. Бұл қызады, мынау сым, қыл. Қызған кезде, білесіңдер, молекулалар, атомдар тез қозғала бастайды. Ол тез қозғалған кезде электрондар ұша бастайды. Міне как көрсетеді. Электрондар қызып атыр, вроде. Қазір электрондар ұшады. Қызды. Электрон ұша бастайды жақын арада. И ол ұшқан электронды біз үдетеміз еще. Ұшып баратта, анау жаңа снаптың буы деп айттым ғой. Мына трубканың ішінде снаптың буылары бар. Снап атомдары бар. Ол снап атомның электронына соғысады, анау ұшып келіп. И бұл электрон жоғары қарай көтеріледі. 2-ден 3-ке мысалы, или 1-ден 2-ке көтерілді, қозып тұр. И қайттан түскен кезде сәуле шығарады. Вот солайша бізде лампочкамыз жұмыс жасайды. Кстати, бұл өте экономичный лампа. Чем? Просто былай сымды қыздырғаннан көрі, осылай сәуле алған өте экономичный, еще жарықты да әдемі шығарады. Вот өте көп көрген боларсыңдар. Флуоресцент лампа деп аталады екен бұлар. Қазіргі заманда кеңінен қолданылады. Жақсы. Енді балдар, қыздар, есеп шығарып кетейік. Осы тақырыпқа байланысты все-таки біз ОБТ-ға дайындалып жатырмыз ғой. Қандай есептер келетінін примерно білуіміз керек. Оңайда, қиында есептер бар мұнда. 4-5 есеп талдаймын. Сонымен түсінікті болады бәрі. Жақсы балдар. Онда бірінші есебімізден бастайық. Суретте атомның энергетикалық деңгейлерінің диаграммасы көрсетілген. Бір деңгейден екінші деңгейге өтуде максимал жиілікті фотон шығарумен қарбалас жүруін көрсетіңіз. Қарбалас. Жиілікті фотон шығарумен. Бізде фотон шығару дейді. Шығару болса, естеріңде болса, ол жоғарыдан төмен қарай түсу керек. Бізде мысалы қараңдаршы, жоғары, мысалы мынау ең төмені бірінші деңгейі, Е1 деп жазайын, Е2 энергиялық деңгейлері ғой, орбиталар, атомдағы. Бірінші деңгей, екінші деңгей деген сияқты. Ең төменгі деңгей 1. Демек ол шығару болса, ол төмен қарай бағытталу керек. То есть бізде мынау жоғары бағытталғандарды уже жоғары бағытталған болады екен. Жоғары бағытталған біреуі бар ғой, соны қарастырмаймыз. Уже ол вариант сәйкес келмейді. Шығаруға мынау келеді. Бірақ бізде айтқан ғой, максималды жиілік, ең көп жиілік қайсысы болады? Бізде ең ұзыны болады. Ең ұзын, сол бізде ең үлкен жиілікке сәйкес келеді. Ал егер бізде былай сұрағанда есепте қараңдар, ең үлкен
мен ондай есеп қоймаппын да, бірақ ол маңызды. Ең үлкен толқын ұзындығына жазып қойын. Толқын ұзындығына сәйкес келетін ауысуды көрсет десе, сәйкес ауысу десе, онда ол бізде қайсы болады? Ну, мына екеуі бірдей болып тұр екен, осы екеуінің қайсы кіші сол болады. Наоборот, қараңдар, себебі не үшін? Лямбда ол с бөлінген мю ғой. То есть біз қазір мю ең көпті таптық, бірақ мю ең көбі бізде лямбдасы толқын ұзындығы ең азына сәйкес келеді. То есть мынау ауысу бізде мю жағынан максимал, бірақ лямбда жағынан минимал. Ал қысқа ауысу қайсы екен білмеймін, мен мына екеуінің біреуі аз болып тұр ғой. Мысалы, мынау аз болса, онда бұл не болады? Лямбда максималға сәйкес келеді, бірақ мю минималға сәйкес келеді деген сияқты. Бірақ бізде сұрап тұрғаны мынау болған соң, енді жиілік болған соң осыны таптық, дұрыс па? Түсінікті деген ойдамын. Енді қарайық, төменде мынау сұрақ өте оңай, теориялық. Төменде атом модельдерінің Томсон моделіне сәйкес келетіні дейді. Қараңыздар. Мынау бізде просто Дальтон, кажется, я Дальтон, просто шарик. Мынау бізде кімдікіне сәйкес келіп тұр. Мынау планетарлы модель, вроде Резерфордтікіне келеді мынау. Мынау бізде Бордың моделіне келіп тұр, я. Мынау бізде Томсон моделі. Кекс сияқты қараңдар, мейіздер жүр ғой. Томсон модельдер, Томсондар. Мынау бізде Шрёдингер, немесе де Бройль толқын ұзындығы ма сондай. Я Шрёдингердікі нақтырақ айтқанда. Сонда бізде Томсондікін тап деген, ол бізде Д болады, жақсы. Келесі, суретте сутегі энергетикалық деңгейлерін көрсетілген. N3 деңгейі дегеніміз мынау. Атом екінші деңгейге дейді, төменге қарай. Деңгейге өткенде қандай энергия шығарады? Біріншіден шығарады ма? Иә, шығарады. Себебі жоғарыдан төмен түсіп жатыр, естерінде болса. Енді біз мына формуламызға оралайық, жаңа айтып кеткен формуламыз бар ғой. Мынау формула немесе мына жақта да айтқан болатын мұнаны. Мына жақта таптық қой біз. Бір мысал келтіріп, сол сияқты шығарамыз, хорошо? Мынаған мән беріңдер, бұны видеода айтқан болатын. Соған қараңдар. Вот, қараңдар. Е3 деңгейде бізде минус 1,6 электрон вольт. Кстати, біз айттық қой, бірінші деңгей, екінші деңгей, үшінші деңгей деп жоғарылаған сайын көбейеді энергия. Бұл жақта көбейіп жатыр ма энергиямыз? Қарайықшы дұрыстап. Негізі мен мына жақта көрсеткенімде сендерге не деп айттым? Плюс деп айттым, қараңдар. Жоғары қарай, яғни деңгей көтерілген сайын энергияда көбейіп жатыр. Негізі солай болады. Шын өмірде бүкіл жерде сондай, бірақ мына жақташы көбейіп жатыр ма? Негізі көбейіп жатыр. Просто сендер мына минуспен жазғанына шатаспаңдар, я. Минус 13 мыналардан аз, жоғары қарай көтеріліп жатыр, жақсы ма? Мысалы, Е3 бізде Е2-ден көп. Е2-міз бізде минус 3-те 4 электрон вольт. Енді жаңағы формула Бордың екінші постулатына сәйкес, я, Бордың екінші постулатына сәйкес, H-мю тең Е3 минус Е2 деген формуланы жазамыз. Себебі бізде 3-тен 2-ге ауысып жатыр, я. Вот. Болды. Мынау энергия ғой как раз. Бұл бізде мынаның екеуін энергия деп айтамыз. Сәуленің энергия, фотонның энергиясы. Шығарған энергиясы. Е3-те бізде қараңыздар минус 1,6 электрон вольтын жазбай қой. Минус 3-те 4. Қанша болады? 2 минус плюс болып кетеді. Минус 1,6 қосылған 3-те 4. Қанша болады? 1-де 4, 1-де 8 болады, кажется. 1-де 8 болады. 1-де 8 электрон вольтты таңдайсыңдар. А болады. Оңай. Келесі. Минимал жиілікті фотон шығарылатын электронның ауысуы және осы фотонның жиілігі дейді. Қараңдар, бұл жақта фотон шығару керек. Шығару үшін бізде не болу керек? Жоғары қарай көтерілу керек. Ой, наоборот, керісінше кесіресіңдер. Шығару үшін электронымыз жоғарыдан төменге түсу керек. Мынандай стрелка болу керек. Ал жұту үшін, керісінше, жұту үшін жоғары көтерілу керек. Бізде шығару деп тұр, демек мынаны таңдаймыз. Яғни бізде бәрі сондай екен итактан. Ну, ладно. Бірақ бізде айтқан ең минимал деген. Минимал. Короче,
шығаратын сәулеміздің энергиясы минимал, жоқ, жиілігі деп тұр. Жиілігі минимал болу керек. Жиілік минимал деген сөз ең қысқасын таңдайсыңдар. Ал минимал толқын ұзындығы десе, біз ең ұзынын таңдайтын едік, бізде жиілік болған соң ең қысқасын таңдаймыз. Біріншісі сәйкес келеді. Либо бізде мынау, либо мынау. Қайсысы екенін анықтайық. Енді қараңдар, бізде 4-тен 3-ке қарай ауысқан жоқ па, ең азы. Яғни жаңағы формуланы жазатын болсақ, минималына сәйкес келетін, ол бізде 4-тен 3-ке ауысу. Сондай қайсысына сәйкес келеді? Мияқтан мюді табатын болсақ, минимал 4-тен 3-ті азайтасыңдар, и ашқа бөлесіңдер. Сондай қайсысы, мынаның екеуінің қайсысына сәйкес келеді? Тек мынаған, А варианты болады. Мынау екінші вариантта 3 пен 4 дегенде минус шығып кетеді. Ол болмай қалады. Жиілік бізде минус болмау керек. Жақсы, келесі қараңыздар. Суретте атомның энергетикалық деңгейлерінің диаграммасы көрсетілген. Яғни мынау бізде ең төменгі деңгей, бірінші деңгей, екінші деңгей, үшінші деңгей, төртінші деңгей деген сияқты. Бір деңгейден екінші деңгейге өтуде минимал жиілікті фотон жұтуға сәйкес. Қараңдар, жұту дейді. Жұту болса не істеу керек? Бізде жоғары көтерілу керек. Бағанағы шығаруда төменет, бұл жоғары болады. Жоғары көтерілген, значит бізде 2 мен жоқ, қайсы 3 пен 4-ті қарастырмайсыңдар. 3 пен 4 болмайды. Ол шығаруға сәйкес келеді. Яғни 1, 2, 3 бірі. 3 пен 4 болмайды. С мен Д болмайды. Енді айтады бізде ең жиілік минимал дейді. Яғни ең ұзындығы бойынша ең қысқасын таңдайсыңдар. Мынандайдың ең қысқасы қайсысы? 1 ма, 2 ма, 5 па? 5 та болмайды бізде, 5 та болмайды. 5 та ол бізде не екен? Шығару. 1 ма, 2 ма қысқасы? Әрине 2. Сонда бізде минимал жиілікке сәйкес келеді. Түсінікті деген ойдамын. Енді мынау есеп қатты не емес. Осымен біздің балалар сабағымыз аяқталды бүгінгі. Тақырыбымыз қызықты болды деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, достарыңмен бөлісіңдер. Сау болыңыздар.